Сырттағы ауыл тұрғындар кірді ме? Құрметті ауылдастар, қайырлы күн. Әріптестер, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, бүгінгі қоғамдық тыңдауда Сарыағаш жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді зерттеу бойынша барлық жұмыстардың жобасына ықтимал әсер ету туралы есеп жобаларын талқылауға шақырылып отыр. Қоғамдық тыңдауды өткізу қағидаларына сәйкес, тиісінше әкімшілік аймақтық бірліктің ауылдар, кенттер, ауылдық округтер, әкім аппараттарының өкілдерінің төрағалық етуімен өтеді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстардың міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздағы 286 бұйрығына сәйкес жүргізіледі. Жобаға тапсырыс беруші Қазақгаз барлау және өндіру жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаны жасақтаушы Қазнегри, яғни Қазақтың мұнай ғылыми зерттеу экологиялық барлау институтының жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қоғамдық тыңдаудың қатысын сайлауымыз керек. Осы жиналыс барысында қатысушылардың бірауыздан дауыс беру арқылы қолдаймын, қарсымын, қалыс қаламын нәтижесі бойынша қоғамдық тыңдаудың қатысын сайлау. Қоғамдық тыңдаудың қатысысы ретінде қоғамдық тыңдауға қатысушылар арасынан ұсыныстар болса, қатысы тағайындалады. Егер қатысы болмаса, Қазнегри жауапкершілігі шектеулінің мамандары қатысып отыр. Соларды сайлауға болады. Өз ұсыныстарыңызды айтасыздар. Осы тұста енді қатысымды сайлап алайық. Болады. Ендеше Қазнегри жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы Ибраева Әсел Нариманқызын қатысы ретінде сайлауға. Дауысқа салуға. Жақсы. Тұрғындардың басым көпшілігімен қатысы сайланды. Қоғамдық тыңдаудың регламентін бекітіп алайық. Қоғамдық тыңдауда қатысушыларды тіркеліп өтті. Қоғамдық тыңдаудың ашылуы, қоғамдық тыңдаудың регламентін бекіту қатысын сайлау. Жоба бойынша баяндама жасаушыларға 15-20 минут. Осы тұста сөз Қазгаз барлау, өндіру және жауапкершілігі шектеулі маманы Руслан Құрманұлына берілді. Микрофонсыз айтсам естіледі ғой, да? Естіледі. Саламатсыздар ма, құрметті Сарыағаш ауылдарының тұрғындары? Менің атым Руслан Жұмашев. Мен Қазагаз компаниясын келіп отырмын. Қазагазда бас геолог болып істеймін. 2025 жылы Қазагаз бен энергетика министрі арасында келісім шарт қойылған. Сол келісім шарт бойынша Қазагаз осы Сарыағаш деп аталған учаскесінің ішінде барлау, яғни разведка жұмыстарын жүргізуге құқық алды. Барлау, разведка ол деген зерттеу ғой. Бәрімізге мәлім, осы жақта, осы өңірде газ бар екенін. Онда өзіңіз де естіген шығарсыз, көрген шығарсыз. Енді ол бізге де мәлім, газ бар екен. Енді біз үшін бірінші сұрақ ол газдың қанша көлемі бар жер астында, және де оның сапасы қандай. Осы сұрақтарға жауап алу үшін бізге біріншіден зерттеулер жүргізу керек. Яғни барлау жұмыстары жүргізу керек.
Бізде барлау жұмыстары осы сейсмика деп аталатын жұмыстардан құралады. Сейсмика, сосын гелий түсірілімі. Осы жұмыстар нәтижесі бойынша енді ұңғымалар бұрғыланады. Осы 60-70 жылдар бойынша алған мәліметтеріміз бойынша сонау Қазталовкадағы Ақпатер жанында газ қоры бар. Және де осы сіздің ауылдың жанында газ қоры бар. Бірақ айтып кеткендей, оның көлемі мен сапасы енді белгісіз. Сондықтан біз жоспарлы отырған осы барлау разведка жұмыстарымыз сол екі сұраққа жауап беруіміз керек. Қандай көлем және қандай сапалы. Сондықтан осындай келген бірінші мақсатымыз сол жергілікті тұрғындармен сол кездесу өткізу. Сіздерде сұрақ болса, соның бәріне жауап беру. Ол бірден газ табылып, кен орны ашылып, зауыт салынып, ондай қазір тұрған жоқ бізде жоспарда. Біріншіден оны зерттеу керек. Біздің жоспар бойынша зерттеу, яғни барлау жұмыстары 28 жылға дейін созылады. Өйткені оның жұмыстары бар, талдау нәтижелері, талдау жұмыстары бар. Сосын көптеген мемлекеттен алатын рұқсат құжаттамалар бар. Оны өздері түсінесіздер. Болашақта Құдай қаласа кен орны ашылса, өз-өзін ақтайтын кен орны ашылса, сонда қайтадан сіздің алдына келіп, жаңадан бір жоба талқылайтын боламыз ғой. Сол әзірше бүгінге келіп отырған мақсатымыз біздің барлау жұмыстарын сізге көрсету, жоспарымызды көрсету. Қазір әріптестеріміз жалғастырады, нақтылай информация береді, сол барлау жұмыстары туралы сұрақтарыңыз болса, соның бәріңізге жауап береміз. Рахмет. Жоба бойынша баяндама жасау үшін Қазнегрей жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы Қалиева Гүлмира Қабижанқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары, сіздердің назарларыңызға 2025 жылы 18 желтоқсандағы нөмірі 5578 келісімшартына сәйкес жүзеге асырылатын Саралжын учаскесіндегі геологиялық барлау жұмыстарының жобасы ұсынылады. Әкімшілік тұрғыдан алғанда Саралжын учаскесі Батыс Қазақстан облысындағы Бөкей Орда, Казталов және Жаңақала аудандарының аумағында орналасқан. Яғни геологиялық телімнің жалпы ауданы 4887 шаршы шақырымды құрайды. Жер қойнауын пайдалану тереңдігі кристалдық іргетасқа дейін белгіленген. Сонымен қатар осы жоба аясында Саралжын учаскесінде бірнеше бағыт бойынша геологиялық барлау жұмыстары жүргізіледі. Бірінші кезекте атап өткендей, яғни жалпы ұзындығы 500 шақырымды құрайтын 10 профиль бойынша могыты 2D сейсмикалық барлау жұмыстары жүргізіледі. Перспективалы учаскелерде бақылау желісі тығыздатылып, толқындарды қоздыру және қабылдау пункттерінің ара қашықтығы 25 метрде болады. Ал геологиялық қимамен барынша нақты зерттеуге мүмкіндік береді, яғни ол. Ал қалған аумақтарда өңірлік зерттеулер мен перспективалы газ құрылымдарын анықтау мақсатында бақылау желісі сиретіліп, қадам ұзындығы 100 метрге дейін жеткізіледі. Сонымен қатар осы шамамен 150 шаршы шақырым аумақта гелийлі түсірілім жүргізу жоспарланған. Яғни бұл жұмыстар барысында 3000-ға жуық бақылау нүктесінде топырақ газының сынамалары алынады. Және де олар осы зертханалық талдаулар нәтижесінде гелийдің таралу карталар жасалып, келешекте бұрғылау жұмыстарын жүргізуге перспективалы аймақтар анықталады. Келесі слайдта, яғни жобаланған жұмыста мақсаттар мен міндеттері көрсетілген. Ол осы Саралжын және Порт Артур құрылымдарындағы плеоцендік шөгінділердің мұнай мен газ шоғырларын іздеу болып табылады. Осы мақсат жалпы ұзындығы 500 км болатын могытты 2D сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу. Және де Саралжын және Порт Артур алаңында ауданы 150 шаршы километр болатын гелий түсірілімін орындау. Сонымен қатар Саралжын құрылымында Сар-1 және Сар-2 және Порт Артур құрылымында Порт-1 және Порт-2 ұңғымаларын бұрғылау жоспарлануда. Сонымен қатар осы ұңғымаларға барлық геологиялық және геофизикалық зерттеулердің толық кешені орындалып, кернеу сынамалары алынып, сынақ жұмыстары жүргізіледі.
Келесі слайдта, яғни Сарыағашын және порт құрылымдарында осы бұрғыланатын ұңғымалардың басты мақсаты, яғни осы құрылымдардың геологиялық құрылымын зерттеу және де неоген шөгінділеріндегі газды горизонттарды анықтау. Сонымен қатар, айтылғандай, бұл ұңғымалардың жобалық тереңдігі 300 метрді құрайды. Ал Сары-2 және порт-2 ұңғымалары алғашқы ұңғымалардың нәтижелеріне байланысты анықталған газды горизонттарды нақтылау және бағалау мақсатына бұрғыланады. Келесі слайдта, яғни жобаланған жұмыстардың орындалу мерзіміне тоқталсақ, 2026 жылы жалпы ұзындығы 500 құма километр болатын далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Яғни бұл жұмыстардың жалпы ұзақтылығы шамамен 150 тәулікті құрайды. Сонымен қатар әрбір барлау ұңғымасын салу және сынау жұмыстарының ұзақтылығы 112 тәулікті құрайды. Тереңдігі 300 метр болатын ұңғыманың ұсынылатын құрылысы көрсетілген. Яғни жобалық тереңдігі 300 метр болатын осы ұңғымалардың құрылысы 3 негізгі бөліктен тұрады. Олар бағыттаушы құбыр, ұңғыма сағасын қорғау мақсатында 20 метр тереңдікке дейін түсіріледі және толық цементтеледі. Одан кейінгі техникалық құбыр 20 метр тереңдікке дейін орнатылып, тұрақсыз шөгінділерді оқшаулануға арналған. Яғни осы кезеңнен кейін шығарындағы қарсы жабдықты орнатылады. Ал пайдалану құбыры, ол атап айтқанда жобалық тереңдік 300 метрге дейін, яғни өнімді қабаттарды сенімді бекіту және ұңғыманы сынау жұмыстарын жүргізу мақсатында жобалық тереңдікке дейін түсіріледі. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөзге дейін әртүрлі жалғастырады. Келесі сөз баяндаманы жалғастыру үшін Тоқыбай Ақсәуле Нұржанқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Сарыағашын учаскесінде барлау жұмыстарының жобасына ықтимал әсер ету туралы есеп жобасы таныстыратын боламын. Жобада жоспарланған жұмыстардың қоршаған ортаға әсері қарастырылып, атмосфералық ауаға әсерді бағалау, ластаушы заттар шығарындылардың есептеулері, санитарлық қорғау аймағын негіздеу, су тұтыну және су бұру көлемдері, өндірістік қалдықтарды басқару, сондай-ақ топыраққа, су ресурстарына, өсімдік және жануарлар дүниесіне ықтимал әсерлер бағаланған. Сарыағаш учаскесінің келісімшарттық аумағының орналасқан жері. Әкімшілік жағынан Сарыағаш учаскесі Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан облысының Бөкей Ордасы, Казталов және Жаңақала аудандарының аумағында орналасқан. Жобаланатын порт 1 және порт 2 ұңғымаларына ең жақын елді мекен Ақбатер ауылы. Порт 1 ұңғымасы елді мекен солтүстікке қарай 1,5 км қашықтықта, ал порт 2 ұңғымасы оңтүстік-шығысқа қарай 1,5 км қашықтықта орналасқан. Ал жобаланатын Сары-1 және Сары-2 ұңғымаларына ең жақын елді мекен бұрғылау учаскелерінің оңтүстік-батысқа қарай 3 км қашықтықта орналасқан Сарыағашын ауылы болып табылады. Келесі бізде жоспарланған жұмыстардың қысқаша сипаттамасы. Кестеде жобаланған ұңғымалардың тереңдігі және бұрғылау жұмыстарын жүргізу мерзімдері көрсетілген. Іздеу бойынша барлау кезеңі Сары-1 және порт 1 бұрғылау жұмыстарының басталуы 2026 жылда басталып, 2027 жылдың 2-ші тоқсанында аяқталады. Ал бағалау бойынша барлау кезеңі Сары-2 және порт 2 2027 жылдың 2-ші тоқсанында басталып, 2028 жылдың 2-ші тоқсанында аяқталады. Сарыағаш учаскесінде ұңғымалар құрылысының ұзақтығы. Сарыағаш алаңында ауданы 150 шаршы километр болатын гелик түсірілімін жүргізу 130 тәулікті алады, ал МОГТ-2 сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде техника мен жабдықтарды жұмылдыру 15 тәулік, дала жұмыстары 100-125 тәулік аралығында, ал демобилизация 10 тәулікті құрайды. Ал тереңдігі 300 метр болатын бір барлау ұңғымасын бұрғылау кезінде дайындық жұмыстарына 4 тәулік, бұрғылау және бекітуге 11 тәулік, ұңғымаларды жою және жерді қалпына келтіру 7 тәулік қажет етеді. Атмосфералық ауаны ластаушы көздер. Сарыағаш учаскесінде барлау жұмыстарының барысында атмосфералық ауаның ластаушы көздері технологиялық жабдықтармен, көлік техникасымен және құрылыс монтаж жұмыстары кезінде пайда болады. МОГТ-2 сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындылардың негізгі көздері. Ол 100 киловаттық дизель электр станциясы, 275 киловатт дизель генератор, дәнекерлеу жұмыстары, бензинге арналған сыйымдылық, жару жұмыстары, бұрғылау жұмыстары болып табылады. Ал гелийлік түсірілім жүргізу кезінде жұмыс алаңындағы атмосфералық ауаны ластау негізгі көздері бұл жер бұрғысының күштігі, жетегі және жер жұмыстары жатады. Ал жобалық тереңдігі 300 метр болатын ұңғыманы салу кезінде атмосфераны ластаудың негізгі көздері бұл К-3406 іштен жану қозғалтқышы, Волга ТАД-GE бұрғылау сорғысының дизель жетегі, цементеу агрегатының іштен жану қозғалтқыштары, дизель генераторды жарықтандыру үшін және де жылжымалы бу қондырғысы қолданылады. Келесі бізде Сарыағаш учаскесінде барлау жұмыстары кезінде
атмосфераға шығатын ластаушы заттардың тізімі көрсетілген. Диаграммада саралжың учаскесінде барлау жұмыстары кезінде атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың көлемі көрсетілген. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының есептеу нәтижелері бойынша негізгі үлесті азот диоксиді, көміртек оксиді және көмірсутектері құрайды. Аталған заттар атмосфераға шығарындылардың негізгі ластаушы компоненттері болып табылады. Оның ішінде негізгі үлес ұңғымаларды бұрғылау жұмыстары кезінде түзіледі. Ол 818 тоннаны құрайды. Ал МОБ-да екті сейсмикалық барлау жұмыстары бойынша шығарындар көлемі 71 тоннаны құрайды. Ал геологиялық түсірілім жұмыстары бойынша 3,6 тоннаны құрайды. Келесі бізде атмосферада ластаушы заттардың таралу картасы көрсетілген. Атмосферада ластаушы азот және күкірт диоксиді және азот диоксидінің қосындыларының атмосфералық ауада таралу картасы көрсетіліп тұр. Атмосфералық ауада ластаушы заттардың таралу есептеу нәтижесі бойынша барлау ұңғыларын бұрғылау кезінде әсер ету аймағы шығарындылар көздерінен 1600 метрге дейінгі радиуспен шектеледі. Санитарлық қорғау аймағының шекарасында ластаушы заттар бойынша шекті рұқсат етілген концентрациядан асып кету күтілмейді. Сондықтан объект аумағынан тыс жерде және қоршаған ортаға кері әсері болмайды. Келесі бізде өндіріс және тұтыну қалдықтарының тізімі. Саралжың учаскесінде барлау жұмыстарының барысында қалдықтың 8 түрі тізіледі. Бұрғылау шламы, пайдаланған бұрғылау ерітіндісі, пайдаланған майлар, майланған шүберек, пайдаланған ыдыстар, металл сынықтары, дәнекерлеу электродтары, қатты тұрмыстық қалдықтар. Саралжың учаскесінде түзілетін барлық қалдықтар арнайы белгіленген орындарда жиналып, контейнерлермен жабдықталған алаңдарда уақытша сақталады. Кейін қалдықтар қайта өңдеу, залалсыздандыру немесе жою үшін лицензиясы бар мамандырылған ұйымдарға шарт негізінде беріледі. Бұл шаралар қоршаған орта ластануын болдырмауға бағытталған. Келесі бізде Саралжың учаскесінде барлау жұмыстары кезінде қалдықтардың жинақталу лимиті көрсетілген. 4 ұңғыманы салу және сынау кезінде 1036,551 тонна, ал МОБ-да екті жүргізу кезінде 6,6 тонна, ал геологиялық түсірілім жүргізу кезінде 3,9 тоннаны құрайды. Келесі бізде су тұтыну және су бұру көрсетілген. Сумен жабдықтау. Саралжың учаскесінде су құбыры желілері жоқ, ауыз су қажеттіліктер үшін тасымалданатын бөтелкедегі су қолданылады. Жұмыстарды жүргізу кезеңінде шаруашылық ауыз су, тұрмыстық және техникалық қажеттіліктегі су тұтыну көзделеді. Сумен жабдықтауды келісімшарт талаптарына сәйкес мердігер ұйымдар жүзеге асыратын болады. Ал су бұруға келетін болсақ, орталық кәріз желісінің болмауына байланысты шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды жинау үшін жеткілікті көлемдегі сыйымдылықтар көзделген. Жинақталуына қарай сарқынды суларды автоцистерналар мен шарт бойынша мамандырылған компания тазарту құрылыстарына әкететін болады. Өндірістік объектілерден ағынды сулар тікелей су объектілеріне немесе жергілікті жердің рельефіне төгілмейді. Келесі бізде су тұтыну және су балансы көрсетілген. Саралжың учаскесінде барлау жұмыстары кезінде шаруашылық ауыз су және өндірістік қажеттіліктер үшін су тұтыну көздері есептелді. Екіде сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде шаруашылық және ауыз су қажеттіліктеріне 3375 метр куб су пайдаланып, су бұру көлемі 230 метр кубты құрайды. Ал өндіріс қажеттіліктері 100 метр куб су қарастырылған. Ал геологиялық түсірілім жүргізу кезінде 405 метр куб су пайдаланып, су бұру көлемі 324 метр кубты құрайды. Ал тереңдігі 300 метр ұңғымаларды салу кезінде барлығы 4 ұңғымадан су пайдаланып 1724,30 метр куб. Су бұру көлемі 2438,1 метр куб, ал өндіріс қажеттіліктегі 3488 метр куб су пайдаланады. Келесі бізде қоршаған ортаға әсерді азайту жөніндегі іс-шаралар. Жобада қоршаған ортаға теріс техногендік әсерді төмендету бойынша бірқатар іс-шаралар қарастырылған. Атмосфера бойынша арнайы техника мен автокөліктердің техникалық жағдайын бақылау, уақытылы қызмет көрсету, сапалы жанар жағармай пайдалану, шам басу шараларын жүргізу және экологиялық талаптарды сақтау қарастырылады. Ал жерасты сулары бойынша су тұтыну және су бұру есебі жүргізіледі. Ағынды суларды жинау және тазарту ұйымдастырылады. Қалдықтарды қауіпсіз сақтау шаралары орындалады. Ал жер қойнауын қорғау бойынша көлік қозғалысы белгіленген маршруттармен жүзеге асырылады. Қалдықтарды жинау және оларды арнайы жабдықталған орындарға орналастыру қамтамасыз етіледі. Жер жалмауысы мен өсімдік жалмауысын қорғау бойынша автокөлік қозғалысы тек белгіленген жолдармен жүзеге асырылады. Қалдықтарды жинау және сақтау талаптары сақталады. Өсімдіктерге зиян келтіретін әрекеттерге, соның ішінде бұталарды кесуге және от жағуға жол берілмейді. Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақта техникалық қалпына келтіру жүргізіледі. Жануарлар дүниесін қорғау бойынша жануарлардың өндірістік нысандарға кіруін болдырмау, көлік қозғалысын реттеу, жылдамдықты шектеу және түнгі уақытта қозғалысты азайту шаралары қарастырылған. Халықтың денсаулығы мен әлеуметтік жағдайын қорғау мақсатында еңбек қауіпсіздігі талаптары сақталады және жергілікті халыққа экологиялық қауіпсіздік бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Келесі бізде қорытынды.
Жобада табиғи ортаның компоненттеріне қолайсыз әсер ету көздері қаралды және орындалу жобалық шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету үшін негіз болатын табиғат қорғау іс-шаралары көзделген. Экологиялық бақылауды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілді. Осы жобада көзделген қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасының жүргізілетін экологиялық талаптарына сәйкес келеді. Қоршаған орта компоненттік және интегралдық әсерді талдау, жобалық техникалық шешімдерді ұстанған жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтай теріс әсер етпейді деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Назар аударғандарыңызға рахмет. Құрметті ауылдастар, енді көптен күткен қоғамдық тыңдау кездесіп отырмыз. Бүгінгі кездесуде жаңа жеке баяндамашы осы жобалар бойынша атап өтті. Енді келесі кезекте осы баяндаманы талқылау, яғни Таразы учаскесінде жобаланып жатырған геологиялық барлау жұмыстарын және бұрғылау жұмыстары бойынша өздеріңіздің сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды айта отыруға болады. Бұндай мүмкіндік күнде болмайды. Өздеріңіздің біздің ауылға қатысты жобаның атын естіп отырсыздар, қуантатын жағдай Саралжын деп қойған екен. Осы жерде қатысып отырған бас ауыл тұрғындар өздеріңіз сөз сөйлеуге рұқсат етейін деп жүрмін. Құрметті ауылдастар, бүгін біз елімізге қажетті ертеңгі болашақ өмірімізге негізі болатын ұрпағымызға қолайлы жағдай жасайтын бағытында мынау Саралжын учаскесі бойынша бұрғылау, биологиялық зерттеу бірінші, болмаса бұрғылау жұмыстарын жүргізу жөнінде ғылыми зерттеу институтының азаматтары келіп жауапкершіліктерін ортамызда өздерінің қоғамды талқылауға пікірлерін білдіріп жатыр. Сіздерге қош келдіңіз айтамыз. Бірінші қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Ел басшысы өткен жылда халыққа арнаған жолдауында жер қойнауын бұрғылау, систематикалық бұрғылау болмаса зерттеп іске асыру жөнінде соған байланысты қорытынды негізінде өнеркәсіптік орындар әзірлеу жөнінде тапсырма берген болатын. Сол негізде Қазақгаз акционерлік ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының бірлігіменен энергетика министрлігі бірігіп халыққа қарайған қаржы қарап, биылғы жылы іске асып жатыр. Алдыңғы шарттары жолы бағытында халықтың пікірі негізінен оны қолдаймыз. Енді әрине елге қажетті нәрсе болғасын, әдейі қаржы бөлініп тұрғасын және қомақты қаржы бөлініп тұрғасын іске асқанын қалаймыз. Орындалып халыққа жақсы ниеттерін білдіргенін сұраймыз. Бұл бір. Екіншіден, жаңа жоба бойынша тың тәуір іске асатын істер бұрғылау кезінде, зерттеу кезінде, болмаса басқа уақыттарда шығатын шығындар менен экологияға тигізетін, малға тигізетін зияны жөнінде, оның болмайтындығын, оған кепілдік беретіндіктер жөнінде тың тәуір тыңдау барысында естіп біліп отырмыз. Әрине, ол бұрғылаған жерде сәлеркіменен машинаның техникалардың жүрген жерінде ол экологиялық әсер болады ғой, бірақ оның бәрі уақытша нәрсе. Елге қажетті болғандықтан бұрғылау кезіндегі шығындардың бәрін азайтып, оны белгілі мөлшерде жинақтап көмеміз деген пікірлерін білдіріп жатыр. Мен сондықтан сосын қолдаймыз. Енді бізге қажетті, әрине, осы жерде шалғай екенін білесіздер, облыс пен ауданнан да жеткізетін техникаға жүріп тұратын жолдың қажеттілігі. Енді ол сіздер салуға міндетті емессіздер ғой, дегенмен де ол жөнінде қалай шешілетіндігін өздерің ойластыратын боларсыздар. Өйткені жеткізетін құрал жабдықтардың өзіне техниканың айналысы қатынас болу керек қой енді екі ортаға. Сол кезде жаңағы бұрғылаған кездерінде, тасымал кезінде, болмаса жинақтап жеткізу кездерінде іске асатын бірден бір инфрақұрылым есебінде жол нысанының қалыпты жағдайда жұмыс істеуін сұраймыз. Сосын техникалық бұрғылау басталып жатқан жерлеріңізді қоршайтындық жөнінде ескертіп айттыңыздар. Қоршап ел халқының малы, әсіресе мына сіздер болғайтын жерлердің бәрі ауылдың шеттері. Біздің көлемде есіп тұтқанымыз 160 километр шаршы метр дедіңіздер ғой. Дені осы біздің ауылдың айналасында, оны 63 жылдары, 79 жылдары бұл жерде газ аттылап
қалайған күшпенен біреуінде 3 жыл, біреуінде 6 аптадан кейін сөндіріп тастадық. Бала болсақ та көлік алдық, ортасында жүрдік. Ал енді одан кейін 97 жылы осы жаңа сіздер алып жатқан жобаның архивтен табылып, ол кезде Бауыржан деген әкіміміз болды. Сол кісі осында азаматтар бригадасыға ғылыми зерттеу институттарынан геологиялық барлау қызметкерлері келіп, осында көпке сайлап жүрді. Мұрат Қалиев азаматымыздың техникасымен Ақбатирге, Мишел көліге, біздің айналамыздағы жерлерге, сондағы белгілеп қойған темірлердің бәрін аралап көріп, қайтадан бар екендігін көзге жеткізіп кетті. Енді мынау енді одан берді 60 жыл, я болмаса мына 40 жылға жақын уақыт өтіп жатыр. Соның бәрін іске асыруға келіп жатсыздар. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз, табысты болсын. Құттықтаймыз. Тағы да сөйлейін деушілер, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз. Жалпы бұл жобалар Казталов ауданының Ақбатер ауылдық округі мен содан бері қарата Казталовтың ауылдық округтері бар. Содан біздің осы Бөкей Орданың Бөкей Ордада тек осы біздің Таразын ауылы кіріп отыр. Сол аралықта өтеді. Бостанды әжібайлардың жерлері бар. Бар, олар екі ортада. Бірақ негізгісі сол Ақбатер мен осы Таразын көлемінде. Жалпы бұл жұмыстар 3 жылға жуық уақыт. 28 зерттеу, барлау жұмыстары жүргізілді. Оның ар жағындағы жұмыстар осы жерде зерттеу, барлау жұмыстарының нәтижесіне сай газдың көлеміне байланысты табылған немесе осы астымыздағы көмірсутектердің зерттеу бойынша қандай көлемде неше жылға жететін қорына байланысты ар жағында үкімет шешім қабылдап ары қарата не салап, завод сала ма, басқа сала ма, ол келешектің жұмысы. Сұрақ қойып алыңыздар, құрметті ауыл тұрғындары. 28-ге дейін тек қана барлау жұмысы істедік та? Барлау жұмысы, оны аржағында завод салынса, жаңа біздерден де сұрастырып отырмыз ғой, біздің ауыл үшін бір қуантарлығы, өзіміз жерде шыққасын, осы жерде жұмыс қолы болады, оған вақтыбай жұмыс жігіттерді алады. Сол сияқты жұмыстар жанданады ары қарата. Солар бойынша қоя беруіңізге болады сұрақтарыңызды. Ол қоры табылып, іске аспектер жақсы болды. Біздер енді маман емес, арнайы мамандар келіп отыр. Осы жерде жаңа айттық қой, Қазақгазден, сосын ғылыми зерттеу жобасы. Маман айтты ғой, су жөнінде тасымалдаған. Суды қайдан керек? Суды қайдан алады? Қалай тасиды? Соны түсіністеп айтып жүрсек. Тасымалдаған ол сарқынды су. Сарқынды су дейді, тұрмыстық қалдық қой. Септіктің суы бар ғой. Сол су тасымалдаған. Қайдан тасымалдады? Біздің жерден тасымалдады. Жоқ, ол. Түсіндіріп айтады. Мысалы ертең сейсмикалық ертең мына жұмыстар жүрген кезде жаңа айтты ғой, сейсмикалық жұмыстар жүреді. Ол бір ай жарым шамасында атқарылатын жұмыс ол. Сол кезде жұмыс жасайтын адамдардың жататын жері бар, столовый бар, ішетін душы бар. Сол сулар специально неге цистернаға жиналады. Соны вакууммен сорып, сосын Казталовкідегі неге апарып құйылады, полигонға. Сол ғой шығармайды суды. Басқада қажетті олардың сұрағы, қажетті суды қайдан келе аласыз? Ауыз суды біздер бөтелші су болады, сосын жаңағы жуынатын нелер су бар. Біздің қазір оның мынау арақашықтық Саралжы мен Порт Артурдың айналасында үлкен болғанмен, бірақ ол орналасатын жеріміз қазір жұмыс айдарында орналасатын жері оның ортасында болуы мүмкін. Екі жаққа тең бар ғой. Себебі бір шетіне қойып қойсақ, ана жаққа жетіп қаттаудың өзі қиын бар. Сондықтан ортаға қойып екі жақтан істейді. Ол қай жерде тұрады? Мысалы, Казталовқа жақын жерде орналасса, судың бәрі Казталовқа тасылады.
жалтақтаумен айналысса жалтақтауды алады, содан ары қарай шығарылады. Тұрмыстық отходтар, үйден шығатын мусор бар, ол жерде адам болған соң мусор шығады ғой, ол да сол жақтан апарып тасталады. Қайта өңдеуге болатын заттар болса дейсіз. Қайта өңдеуге болатын Иә, сол. Қайта өңдеу мусор қабылдайтын нелер бар, соларға. Жалпы жаңағы барлау жұмысында жерді бұрғылау қазылар өтіледі ғой да? 4 километр сайын бір скважина бурить етеді. Ағамыздың қойған сұрағы, сол егер қазған жағдайда орнына су толтыра ма деп сұрап тұр, бұл суды қайдан алады деген. Су толтырылмайды, ол себебі сумен қазылады өзі. Водяной бурение болады. Оның диаметрі 50 тұрма бар ғой. Сол мына скважинаның аузы 50 тұрманың үлкендігінде болады. Сосын беті бәрі көміліп жабылады. 4 километр сайын бір скважинаға қазылады, тереңдігі 20 метрге дейін. Кеше біздер Ақпатер жағында болған кезде халық айтып жатыр, астынан су шыға ма деп, бізге су ауыз су жоқ деп бізге. 50 метрден қаздық, біздер 30 метрге дейін қаздық, бірақ су шыққан жоқ деп. Айттық, енді 50 метрге дейін қазған кезде, бурить еткен кезде астына жер асты су шығып жатса, енді оны сіздердікі ғой деп су. Бұрғылау жұмыстарына халықтан жұмыс алына ма, әлде өздеріңізден? Оны мысалы жаңа әртүрлі жұмыстарды әртүрлі мердігер компаниялар жұмыс жасайды. Олардың енді өздерінің адамдары бар. Мысалы біздер сейсморазведка салған кезде ол 1 айлық жұмыс. Адамдармен келіп жасап кейін кетеді. Енді керек болса бірен-саран адамдар жұмысқа алуы мүмкін. Ары қарай енді ұзарып жалғасатын, ары қарай болашақ болып жатса, онда жергілікті адамдар жұмысқа қабылданады. Вақтылы емес болып келген кезде. Қазір 1 айлық жұмыс үшін қазір біздерде мына жерде 2 горизонт тастайын деп жатсыздар ғой сіздер. Соған бар нелер бар. Оны басқа мердігер компания жасайды. Әр подрядчиктер жасайды. Ол өздерінің маман сонымен айналысатын мекемелері бар өздерінің. Сейсморазметка жасайтын компания ол бана бетондаумен айналыспайды. Тек әркім өзінің жұмысын жасайды. Иә, бар ол. Бана ұңғыма бурить еткен 300 метрге дейін сол. Елдің азаматтары жұмыс істесе деген ұсыныс болды. Иә, ол үлкен енді жұмыс ауқымы көбейіп жатса, онда жергілікті халыққа жұмыс вақтылы емес ретінде олардың жұмыс істейтін уақыты сол 1-2-3 ай ғой максимум. Ертең енді Құдай қаласа кен орны ашылса, енді онда сондай енді жұмыс орындары ашылады. Ол банаға 3 жылға созылады деп жатқан жағдай, ол этап-этаппен жүретін жұмыс қой. Мынау 1 ай жұмысын жасап, мынау 1 ай жұмыс жасап, оның жасалған жұмыстың қорытындысын алып қазақ-қазға тапсырады. Ол ары қарай өңдеуге жіберіледі. Содан кейін соның бәрі уақытпен, оның бәрі шыққанша бір жарты жылда манағын жасалған жұмыстың материалын обработка жүреді. Әртүрлі геологиялық зерттеулер, одан кейін барлығы компьютерге түсіріп неге жасалып, соның бәрі 3 жылға дейін созылады. Содан кейін барып қорғанып, соңғаннан кейін бір ары қарай уже жалғасады. Қомақты жұмыс ары қарай. Ол енді ертең газ қауырсыздың тағы да ары қарай планмен келіп. Иә, оны айттым ғой енді. Кен орны ашылса, көлемі өз ақтайтын, өзін ақтайтын болса, завод салатын, труба салатын, газопровод салатын, сондай бір көлем анықталса, кен орны ашылса, әрине мұнда вақталық немен жұмыс істеуге болады, жұмыс орындары да ашылады. Ол енді келесі жоспарымыз да, Құдай қаласа кен орны ашылса, соның заводтың салар алдында соның бәрін жобалап келіп, сіздің алдына тағы бір өтеміз ғой. Осындай тағы бір тыңдау өтіледі. Іске асатын болса ғой. Іске асатын болса, кен орны ашылса. Сол жағдайда енді, сол уақытта енді жұмыс орындар туралы енді талқылауға болады. Ал әзірше жұмыстарымыз осы 1-2-3 ай әр мердігер, әр подрядчик өз жұмысын істеп кетіп қалады. Естілмей тұр. Жоқ, ол Березовка, ол Қарашығанақ деген кен орны ғой. Қарашығанақ оның газында күкірт көп. Сосын ол давлениесі өте үлкен, қысымы.
Осы өңірде газ біздің жоспарымыз бойынша 300 метрде да, тереңдігі 300 метрде орналасқан. Ал Қарашығанақ, Березовка айтып отырсыз ғой, оның тереңдігі 5000 метрде. Сосын оның газында күкірт көп. Сол күкірт қой денсаулыққа зиянды болады. Бізде табиғи газ, ол жоспарымыз бойынша ол сапасы жақсы болу керек, күкіртсіз. Жаңағы мына біздегі газды көріп тұрсыздар ғой, мына қойып жатқанда да мына Қызылдопыра жақтағы. Барып иіскегенде иісі жоқ қой, былай сылдап шығып тұр, сылдап. Бірақ бізде табиғи газ болып тұр ғой. Ал жаңағы Бөрлі ауданындағы көмір несі күкірті көп болып тұр екен. Тағы да сұрақтарыңыз болса. Былтыр осында тағы келіп бірге әңгіме болды, осындай жиналыс болды ғой. Сонда айтты ғой, халықты көшіреді деп. Мына бұрғылау кезінде ешқандай неліктен ештеңе болмайтын болды. Жоқ, көшірмейміз. Әзірше біз зерттейміз. Ол жаңа неше жас болады дедім? 28 жылға дейін зерттеу. 2 жарым жыл ғой, 2 жарым жыл. Завод қалса да көшірмейді. Завод қалса да көшірмейді. Жоқ, бір сөйтіп айтты ғой, бір жиналыста көшірме деп қалды. Оны білмеймін қай жиналыс. Біз бірінші рет келіп отырмыз осында. Клубтан нетіп ренжіп біздер көшіріп. Бүгін кісілер ренжігеніміз бар, оны көшіріп біздер қайда піртеді сонда. Не істейміз деген. Ол қай компания болды? Осында бір жиналыс болып сонда айтты дейді. Ұмытып қаламын. Біздер үлкен кісілер өшіп кетеді ғой. Жас кезімізде ешқандай. Сосын сұрап отқаным ғой баяғы. Түсініксіз болып қалды. Сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз болса, ауыл тұрғындары. Мына ертең қазба ғой газ. Сонда неше точка, неше жерде бізде Саралжында. Саралжын қасынан бір ұңғыма қазылады. Одан газ шықса, екінші ұңғыма қазылады. Сосын айналасы қосылады ма сонда? Жоқ, ол енді есептейміз ғой, біріншіден есептейміз ғой. Жоқ, мына жекенің малы бәрі шығады, сосын сұрап отыр. Иә, ол әрине өз қоршақ қоршалады. Сосын қазғанда суды қайдан алады? Бұрғылау су демеймін. Қайдан алынды су қазылған? Подрядчиктің өзі шешеді, айтқандай. Иә, өзі келіп шешеді ол. Сосын былай болып тұр ғой, пока зерттейді, сосын соның қорытындысы бойынша әлі қорытынды шығады да. Сосын барып бәрі шешетін болып тұр ғой. 28-ден кейін. Иә, 28-ден кейін. Қазір ол зерттеу, разведка ғой, зерттеу ғой. Шыққан газ жөнінде сіздер мәлімет бере аласыздар ма? Халыққа қандай жолы бар екендігі сондай білелеріңіз бар? Келіп болғаннан кейін. Қандай нәтижелер шығып жатыр? Нәтижесі. Оны енді ол конфиденциальный данный болып, конфиденциальный негізі мәлімет. Енді кен орны ашылғанда оны әрине жариялаймыз. Оның газеттерінде шығады, сайттардан да шығады, Тенгриньюстан да бәрі де шығады. Бірақ ол кен орны ашылса, яғни оның көлемі үлкен болса, әрине жарияланады. Бірақ оған дейін айтуға енді болмайды. Өйткені ол компанияның ішкі несі ғой, директері ғой. Халық қарсы болған жерде бастамай емес жұмыста жұмыста? Қалай? Халық қарсы болса бастамай емес жұмыста осы жұмыста? Жоқ, қарсы болса,
яғни көбісі қарсы болса ол бастай алмаймыз ғой. Пайдасы жоқ сияқты ойлаймын, ауылда қазір уақытта. Табылған жағдайда зияны жоқ деп тұрсыздар. Ол уже ауылда тұра береді осы жерде, да? Ол сосын подрядчиктерге істейтін жағдайда ауылдан жұмыс алынбайды. Сонда деген бізде просто осы жерде жүре береміз. А ол зиян тие береді бір халыққа, да? Жоқ, ол зерттеу ғой ғана. Сол зерттеп шықты деген. Зерттеу бойынша экологиялық не бәрі көрсетті. Зияны бар ма жоқ па, зияны жоқ деп көрсетті. Тұра береміз осы жерде. Малымыз 28 жылға дейін ол зерттеу. А содан кейін ол кен орны ашылса, яғни көлем көп болса да, ол игеріледі, яғни өндіріледі ол газ. Сонда мұнда үлкен бір стройка болады, я завод салынады. Оған енді тек қана біздің ауылдан бұл кісілер 15 адам қатысайын тұр ғой, подрядчиктер келгенде өздерінің мысалы фирмасымен келеді ғой. Мысалы былай айтайын. Мысалы былай айтайын да, біздің компанияда 6 кен орны бар, Жамбыл облысында. Соның ішінде Амангелді газ орны бар, Жамбыл облысында. Сонда вахтамен 2 аптадайды. 2 апта жұмыста, 2 апта... Мысалы, біз былай қоймай ма, ертең мысалы келетін субподрядчиктерге? Қазір айтып алайын ба? Сонда Амангелді газ кен орнында 85% жергілікті тұрғындар жұмыс істейді. Сол кен орнында. Соны ашу үшін зерттеу керек қой бірінші. Бірден барып ашып алмайсыз ғой. Оны зерттеу керек, санау керек, көлемін санау керек, экономикасын санау керек. Ақтала ма, ақталмай ма? Қанша жұмыс орын керек, қандай завод керек, соның бәрін санау керек. Келедім, ертең мысалы бұрма жұмыстарын жүргізетін субподрядчиктер ғой. Мысалы сол субподрядчиктер өздерінің адамдар алмай, осы жергілікті адамдар алуға міндеттеуге болмай ма? Бұл жұмыстар басқа мамандар айтпаған жоқ қой. Ондай міндет қоя алмаймыз, ол заң бойынша қоя алмаймыз ондай міндет. Өйткені олардың жұмыстары жара айтып кеткендей 1-2 ай ғой. Ал мұнда кәдімгідей кен орын жұмыс істесе, енді сонда басқа сұрақ болады. Ол специализированный компаниялар тез істеп кетеді. Артынан бәрін жайластырып, жинап кетеді. Подрядчиктер келеді ғой, мысалы сіздер заказчиктер, иә? Олар келгенде постоянно олар сіздер бақылауларыңыз да болады ғой, иә? Келіп алып, оларына келген істеу ондай болмайды, иә, халыққа. Жұмыс басталғаннан бірінші күннен соңына дейін біздің компания өкілі осылай жүреді. Бұрғылау кезінде, сейсмика кезінде, елі кезінде осылай жүре береді. Солай болады, мысалы үлкен техникалармен ауылға кіріп, көшені бүлдіріп деген сияқты. Жоқ, ондай ауылға кірмейді ол, көшеге кірмейді. Тек пикаппен ғана кірсем, магазинге соғып кетсем болды. Бұл жұмыс сонда қыс жазы жүрі ме? Осы жазда бастайын деп жатырмыз. Ол қыс бойында жүреді? Қыста енді сол бұрғылау жұмыстары. Қысқа дейін барлау болып тұр, қыста бұрғылауды бастайтын болып тұр. Ол бәрі барлау. Геологиялық зерттеу, сосын бұрғылау, содан кейін барып сіздердің негіздерінен барып өндіріске іске жолдарға қарасады. Талқылау, санау, проектирование болады ғой. Зерттеуменен бұрғылаудың арқасынан кейін барып шығатын нәрсе болып тұрады. Талдағаннан кейін, қорытынды берілген. Дұрыс. Ол 28-29 ештеңе жоқ болып тұрады. Жалпы Руслан Құрбанұлы бізге мынаны айтып жіберіңіз. Жаңа бұрғылайтын 2 нүктеміз бар ғой біздің. Ең бірінші нүктеміз, екінші нүктеміз. Соны ауылдан қашықтығын айтыңыз. Қанша қашық километр? 3 километр болды ма? 3 километр. Қанша? Қорғау аймағы 16 Батыс жақта ғой, да? Батыста болса сол жақта. Жалпы құрметті ауылдастар, қара жалпақ тілмен айтқанда, мына жерде менің жеке өзім түсінігім бойынша барлау зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Ол жұмыстар 1-2-3 ай көлемінде өтеді. Әр бір айда басқа өздерінің этаптары бойынша өздерінің атқаратын, әр кісінің өзінің атқаратын ол жүргізуші көлік айдайды. Сол сияқты зерттейтін кісі бөлек, бұрғылайтын бөлек өз этаптарымен өтеді. Сосын қорытындыларын бәрін
зерттеу институттарына жібереді. Олар зерттеп, анализ, сараптамаларын жасап болғаннан кейін біздің тілейтініміз тек осы жерде сол табылған газдың көлемі мол болса екен деген тілек болу керек. Біріншіден, егер сол тілегіміз қабыл болып, осындай зерттеу нәтижесі, оң нәтижесінде жақсы табылса, онда осы жерден жаңағы үлкен насос салатын немесе завод салатын жағдайға жетеміз. Сол кезде қайтадан ғылыми зерттеу орындарынан, осы газ саласындағы осы қазақ газден тағы азаматшалар келіп, екінші тыңдау өткізеді. Ол тыңдауда жаңа ауылды көшіріп жібере ме, осы жерде жұмысшы ала ма, біздің экологиялық жағдайымызды бүлдірмей ме, малымызға, суымызға, жалпы ауамызға зиян жоқ па деген сұрақтарды екінші этаптың сол кезде нақтылап тағы қойылатын сұрақтарымыз. Мен өзім түсінгенім. Енді бұл кісілердің жұмысына сәттілік тілейік. Осы жерден біздің ауылымыздың экономикалық, әлеуметтік жағдайы жақсы көтеріліп, тұрмыстық деңгейіміз өзге жақсы ауылдардың қатарына қосылып, жолымыз, тағы да басқа қаржылық жаңағы жұмыс келсе біздің әр отбасымыздың тұрмыстық жағдайы қаржысы көбейеді ғой. Жұмыс болғасын ол жердің өзінің табысы көбейеді. Біздің кәсіпкерлеріміздің табысы 2 есеге ұлғаяды. Мына көршілес Жатпақталды көріп отырық қой, қазір ана ынтымақ мұнарасын салды. Қанша туристер демаламыз деп Қазақстан түкпір-түкпірінен келіп, қанша ақша құйып жатыр Жатпақталға. Дүкендеріне, асханаларына, жаңағы түрлі сауда-саттықтың бәріне сол жерге қаражат келіп жатыр. Сол секілді зауыт келсе бізге түрлі әр жерден мамандар келеді. Осындағы азаматтар, соның ішінде ер азаматтар көбіне вақтылы жұмысқа алынса, мына жерде өркениет пайда болады ғой, қайтадан ауылымыз жақсы жаққа дамиды деген ойдамыз қазір. Тағы да айтамын деушілер. Газы табақ туралы айтыңыз ғой, күкірті жоқ, Ақсайда Қарашығанаққа 5 мың литр жерден шықты, зиянды бау жаңағы. Соны мына жерден қандай сапалы берін? Енді 60-70 жылдары бұрғылады ол осында. Газ шықты. Соның нәтижесінде енді газдың талдауы бар, сол неде Советский Союзда істеген талдаулар бар. Сонда күкірт жоқ болды. Ондай газ емес, ондай газ емес. Гүлжан апа, бұл жердің газы мен өзімді көріп жүрмін. Мына жігіттер жағын көбі біледі ғой. Таза табиғи газ, иісі жоқ. Мына зираттың артында бар, қойып жатқан жігіттер бар ғой. Иісі шықпайды. Мына 26 жақтағы газда жаңа жағасы жанат сөніп солай тұр ғой. Ескеп қарасаңыздар, иісі жоқ. Ол енді кеңес үкіметінде зерттелген болып тұр ғой. Сұрақ қойыңыз. Әлі енді 3 жыл көлемінде зерттеу жұмыстарын жүргізеді ғой. Сол кезде де әртүрлі подрядчиктер керек. Осында әртүрлі қызметтер атқарады, интернеттен қойынша. Сол кезде мысалға жұмыстарына мысалға халыққа тигізетін, ауаға тигізетін зияндары байқалған кезде халықтың тарапынан түседі. Жалпы түседі. Сол кезде біздер бірден сіздерге шығамыз. Сол кезде дер кезінде шара қолданып, дер кезінде дұрыс бағытқа салсаңыздар дегенбіз. Қабылданды. Ол әр мердігеменен, әр подрядчиктің договорында осы талаптар жазылған. Жұмыс жүргесін халықтың тарапынан міндетті түрде жалпы болады. Сол кезде біз сіздерге жеткіземіз ба? Әр жалоба жеке түрде қарастырылады. Соған сол кезде сіздерге шара қолданып. Енді осындай қайырлы күн, құрметті ауылдастар. Енді жаңа алғашқы сөзде ағамыз, Болат ағамыз айтып жатты ғой. Сіздер енді ертең техникалар келеді деп жатыр. Жаңағыдай техникалық суыңызды, тұрмыстық қалдықтарды тасымалдауға, жаңағы өздерінің жаңағы мысалы мердігерлер өздерінің көліктерімен жүреді ғой. Жаңа Болат ағамыз айтып жатыр, мен де соны тағы да ары қарай бізде жаңа қысы жаз жүретін болса жұмыстар біздің ауылда
қыста көбіне қатынастан үзіліп қаламыз. Не мына Жаңғалаға қатынаса қалмаймыз, не Казталовкаға қатынаса қалмаймыз. Сол кезде сіздер өздеріңіз тиімді болу үшін жаңағы жолдарды осы бастан жаңағы тиісті инстанциясына жеткізіп, осы жолды бір нақтылап, ең құрығанда қиыршық тас төсеп болса да өздеріңізге де ыңғайлы, сіздің бізге халық қайын жаңағыдай айтып отырсыздар ғой, жаңа мердігерлер келгенмен әр мердігер өзінің маманымен жұмыс жасайды деп. Ең құрығанда осы ауылға тигізген пайдаңыз болсын, сол жолды бізге мысалы негізінен жақыны өздеріңізде көріп тұрсыздар. Казталовка ауданының бостандығы ғой. Ақбатеріңізге де бара аласыз емін еркін, бізге де келе аласыз емін еркін. Сол жолға бір жақсы жол ең болмағанда қиыршық тас жабынын төсеп, тегістеп қырып беріп тұрсаңыздар ең болмаса. Неге десеңіз, қыста бұл жақта қар бітіп міндетті түрде, көктемде, күзде жаңбыр жауып балшық болады, көктемде қар еріп балшық болады. Сол кезде 10 жерден ведущий машина болса да, олардың өзі жүре алмай қалған. Өйткені бұл жерде 3 жыра бар бізде. Қанша жерден бітелсе де, су шайып, соны құнттап жіберсеңіз, әзірге мына барлау жұмыстарында біздің Сарыағаштың халқына тигізген пайдалары сол болады. Оны енді қазір айта алмаймын, уәде бере алмаймын. Жоқ, уәде бере алмайсыз, жоқ, білемін. Бірақ подрядчиктермен сөйлесемін. Өздеріңіз үшін ыңғайлы ғой деймін ғой. Зерттеу, сіздердің де жұмыстарың тежелмегені жақсы ғой. Белгіленген уақыт. Сол уақытта жаңа жұмыстың бәрі біту керек деген сияқты бағытта ғой. Дегенмен